Шыжымыз дайын болды. Енді көрейік шетінен кесіп. Піссін, көрейік. Тамаша. Шұжық. Керемет. Күріші әдем піскен. Тамаша. Үсі де, дәмі де. Күріші ішінде жатыр прям. Өте күрішті өте көп салмады, көп салмау керек. Өте көп салса, совсем тығыз болып, онша не қылмайды. Мынау шамалы, е. Ет ішіне можно салуға да, бешбармақтың ішіне. Е, мынау кәдімгі шұжық. Шұжық, да. Ет асқанда салуға да болады. Керемет жұмсақ. Даже неге... Неге де гарнирді даже мясорубканы өткізбей-ақ тураса да керемет болып пісетін. Кәдімгі шұжық сияқты колбаса, настоящий колбаса болған. Ана күрішін қаршы керемет, қандай піскен керемет. Мынау шегі сыртынан айналдырған. Осылай немен де істейді. Мынандай жылқының шегімен де қазанға пісірдік. Түтінің дәмі, ненің дәмі енді керемет. Айналайын қазағым-ай, білмейтінің жоқ қой. Қазақтың тамағына ештеңе жетпейді. Керемет. Не пісірсе де қазақтың тағамдары керемет болып шыға келеді.